Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып, жаңа мамандық түрлері. Оқу мақсаты перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру, сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бүгінгі күні адам баласы 20 ғасырда қажетсінбеген, тіпті естіп білмеген түрлі мамандықтар пайда болуда. Ол негізінен ақпараттық технологиялардың ұшқыр дамуына, қызмет көрсету және саладағы еңбекті жіктеу ережесінің түрленуіне байланысты. 21 ғасыр адам өмірінің әртүрлі саласына жаңалықтар енгізіп қана қоймай, жаңа мамандықтарды да ала келді. Мысалы, бренд менеджер тауарды сатуды ғана емес, оның қалай өндірілетінін де жақсы білетін маман. Логистик жүк тасымалын қадағалайтын маман. Промоутер компанияның өнімді сату, жарнамалау және өткізу жұмыстарымен шұғылданатын өкілі. Супервайзер сауда өкілдіктерінің жұмысын қадағалайтын, жаңа бағыттарды айқындайтын маман. Вебмастер сайт жасаумен шұғылданатын маман. Копирайтер сайт үшін контент құрушы. Бұл тізімдегі мамандықтарға деген сұраныс күннен күнге артып келе жатқаны анық. Бірінші тапсырма: бейнежазба төңірегінде 21 ғасырда жаңа мамандықтардың пайда болуының себебі неде деген сұраққа жауап жазыңыздар. Сөздік құрамның термин және кәсіби сөздер арқылы толуы. Термин сөздер дегеніміз жекелеген бір ғылым саласына қатысты сөздерді термин сөздер деп атайды. Ал кәсіби сөздер екі түрлі салаға бөлінеді. Біріншісі қолөнерге, екіншісі кәсіпке байланысты сөздер. Екінші тапсырма: термин сөздер мен кәсіби сөздерді пайдалана отырып, жаңа мамандық түрлері деген тақырыпта мәтін құрап жазыңыз.